Темірлан кентінің 2004 жылы бітірген түлектер көз жасты көрдіңдер ма? Осы көз жас сіздерді жәннатқа кіргізеді иншалла. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Баршаңызға қайырлы күн. Естеріңізде болса, біздің 20 жылдық бір баспана атты жобамыз бар еді. Сол жобамыз жалғасын тауып, уақытша қиындықтағы біздің қамқорлығымыздағы 4 балалы жалғыз басты анамыз бүгін Құдай қаласа сол 20 жылдық түлектерінің себебінен үйлі болып жатыр. Құдай қаласа қазір сол үйдеміз, жігіттердің сыйлап жатқан үйіндеміз. Қазір үйлерін көріп шықтық, керемет, таза барлығы. Енді ол кісі әлі білмейді, отбасы да, бала шағасы да өзі білмейді. Сол кісілерді Құдай қаласа қазір алып, сол дастарханның басында барып, сол жігіттермен бірге сол жерде кілтті табыстайтын боламыз. Осы жақсылық Құдай қаласа жалғасын таба берсін. Құдай қаласа қазір қуаныш сәт, эмоцияны күтіңіздер. Биылғы 2004 жыл Темірлан кентінің 2004 жылғы түлектердің міне қасиетін көріп отырмыз. Осымен нешінші шаңырақ? Биыл 4-ші шаңырақ. Құтты болсын 4-ші шаңырақ. Осы үйді берілетін білдіңіз ба? Күттіңіз ба? Күтпедіңіз ба? Иә, сол туралы бір өзіңіз бір алғашқы бір әсеріңізді бөлісіп қойсаңыз. Мен бала шағамен ауыр ресторанды қыдыртайын деген екен ғой дедім, мен ойым демалсын деген шығар дедім да. Ойымда ешнәрсе болған жоқ, бірақ Алла разы болсын сіздерге. Көп рахмет. Барлықтарыңыз танып отырмын жерде. Айтар сөзім жоқ. Алла разы болсын. Екі дүниені жұмағын берсін сіздерге. Балдарым деп жүрдім ғой. Осыларым деп. Атым шыққан жоқ. Жаман жол басқан жоқпын. Тек осыларым деп өмір сүріп келген. Бір күткен жоқ. Көршілерімізше сипаттап айтып қояды. Ана жерде үй береді екен деп жатыр. Шулап отыр дейді, бір көп келіп па деп қояды. Көршілерім айтыр, саған берсе екен деген арманымыз ғой дейді. Жоқ. Алла сездіріп жүрген. Жоқ, вообще мен ондай жаңағы естіген жоқпын дедім. Үміттенесің ғой енді, бірақ жоқ, Мұхтар ағай негізі айтатын шығар, өйтіп жасырмайтын шығар деп ары ойландым. Түнімен ұйықтаған жоқпын, шынымды айтсам, көзім ілінген жоқ. Жүрегім аузымнан шығып кете жаздай бір түрлі болдым. Сонымен я Құдай дедім, күш-қуат бере көр, балдарыма амандығымды бере көр. Не болса да дедім, енді осыларым деп жүрмін ғой деді, бірақ үй туралы жоқ, ойлаған жоқпын. Бірақ бір жақсы бір жаңалық болатын сияқты сезімде болдым ба, жүрегім қайта соғып бір тоқтаған сияқты болып ұйықтай алмадым. Бірақ шынымды айтсам, өзім жұмыстан шаршап келгенім бар, одан балдарымды көремін. Мұхтар ағай біледі ғой жағдайымды, бір бөлмеде тұрамын, далаға шығамын деп жылайды. 4 дуал жарып кетер жазайды кейде шулағанда, ұялап көршілерімнен. Далаға шығарам да сағат 11-ге дейін далада жүремін, шынымды айтсам. Осылар тыныш болсын, көршілерім жауап жасамасын деп. Одан есіктің алдында жолдың бойы машина сигнал береді. Ей, ары ойнамай жүрмейсіз ба деген сияқты, көбісі түсінбейді. Қайтем, амалым жоқ деп. 11:30-да ойнатып келемін, азында садикке дайындаймын, өзім қайт жұмысқа кетемін. Сөйтіп жүрген анам өмірін өтіп жатқан. Рахмет, Алла разы болсын. Екі дүниенің жұмағын берсін. Сіздерге де рахмет, көп. Осындай ағаларымыз көп болсын. Күткен жоқпын, бірақ Алла разы болсын. Алла тағала ырыс несібені біз күтпеген жақтан, ойламаған жақтан беруші. Алла ниетің тура болса болды, сенің Аллаға деген сенімің, Алладан деген үмітің үзілмеген сондай сүйікті құлы болсаң, сен ойламаған жерден береді. Міне, соның бір куәсін бүгін көріп отырмыз ағайын. Аға, қалайсыз? Жақсы. Қайда жүрсіз? Мен ғой Ғалымжан. Құрманбек баласы Ғалымжан ше анау, Найман арғы жақта тұрады. Апа, мереке құтты болсын бүгінгі. Замира қызыңыз қайда? Темірланда тұрады ғой. Темірлан, сіз қақта тұрасыз? Мен Тұрманскеден ғой. Тұрманскедесіз ба? Бүгін түс көріп, жақсы. Апамдар маңында сәлем айтып жатыр сізге. Е ғой, апа? Бүгін бір түс көріп, бір аян беріп, әр уақытта ештеңе болған жоқ па? Күніге не аламын ғой. Күніге не аласыз ғой, жаным апа.
Замира қызыңыз үйлі болды ма, апа? Ой, canım. Темірланның ортасынан центрден үй берді ғой. Биыл ғана 2004 жылы бітірген түлектер 20 жылдықтар. Öyle canım. Қошемет, игі жақсыдар. Амин, амин. Кен запа, бірінші сізге звондап жатырмыз. Замирадан сұрадым, кім, жанашырың, жақының кім бар дедім, анашым бар ғой деді. Тілекшім, аташерім, анашым бар ғой деді. Сөйтіп сізге звондап жатырмыз. Ой, жаным, сіздің дұғаңыздың арқасы апа бәрі. Ал, бісміллә. Аллаху акбар. Ой, бісміллә кетті. Ой, шіркінай, ал. Әне, домбыраны алды, домбыраны. Доң бол шабалаға қайын. Ай, жаса. Азаматы келмеді. Былтыр кілт алып осылай уәдесін берді. Міне уәдесінде тұрды. Стол бер. Стол түсіріп, біреу қайда тағы. Шынымен эстафета тоқтап қалмай, жылдан жылға үлгіні жалғау керек. Ол үшін келесі жыл бауырларым бір-біріңді аямай қолдау керек. Үйге күнде көңілді бөлеміз ғой. Елге де қызметті арнау керек. Әй бірақ бірлік бар ғой бұл ауылда. Тек соны жан-жағынан қолдау керек. 300-дің басын қосқан ордабасы қалай ғана бірлікте болмау керек. Темірлан елді мекендеміз бүгін 25 мамыр. Алланың қалауымен осы Темірлан елді мекендегі 20 жылдық түлектер бір қарындасымыздың 4 баласымен қалған қарындасымызға үй сыйлап жатыр, баспана сыйлап жатыр. Бұл Темірланда алғашқы емес. Бұның алдында былтырғы да, оның алдында жылғы да түлектер, оның алдында жылғы түлектер де осылай баспана сыйлап жатқанынан біз естігенбіз, куәміз, қатысқанбыз кейбіріне. Алла сауаптан жасасын, осындай керемет ұрпақтарды тәрбиелеген ата-анасына және ұстаздарға мың алғыс айтқымыз келеді.